Сәлемдестер, біз бүгін ең оңай пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен керекті заттар: ұн, сүт, сахар, сұйық май, разъединитель, 2 жұмыртқа. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Енді жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін қантымызды салатын боламыз. Қантымызды обязательно бөліп салатын боламыз. Жарты қантымызды салып жіберетін боламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Енді үстіне сүтімізді құятын боламыз. Сүтімізді құйып болғаннан кейін тағы да жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Енді сұйық майымызды құятын боламыз. Жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Араластырып болдық. Енді біз деген разъединителіміз бен ұнымызды бірге қосатын боламыз. Сухой заттарды бірге қосатын боламыз, достар. Енді осы мукамызды осы разъединитель қосқанда қосты араластыратын боламыз. Араластырып жататын боламыз. Енді біз ұнымызды араластырып, жайлап қосып отыратын боламыз, бөлек-бөлек. 2-3 болысында бөліп, осы ұнымызды бөліп салып отыратын боламыз. 2-3. Мен 3 бөліп салдым. Обязательно жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Көтерілсін десеңіз, оны миксермен араластыруға болады. Достар, біздің тестіміз дайын болды. Енді біз осындай шеңберге құятын боламыз. Өзіңіз қалаған шеңберге құясыз. Достар, 180 градусқа пешіңізді қыздырып қоятын боласыздар. Енді оны біз 15 минуттай ма 20 минуттай пісіретін боламыз. Достар, мен осы пешке салдым. Мен пісті ма, піскен жоқ па тексеріп жатырмын. Бізде пісіпті. Енді біз жан-жағын ең алдымен пышақпен кесіп аламыз. Пышақпен кессеңізде пирогымыз тез алынатын болады. Достар, осы рецепті обязательно жасаңыздар. Қараңыздар, өте кесілгенде, өте тез кесіліп, жұмсақ, прям. Қараңыздар, кесілген жұмсақ кесіледі. Қараңыздар, прям күшті. Жұмсақ. Өзі кәдімгідей тәп-тәп, сөзсіз айта алмайсыздар. Осы рецептпен обязательно жасаңыздар. Сізге кеңес беремін. Біздің видеоны сонымен аяқталды. Осы видеоның астына комментарий лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де подписчик деген кнопканы көрсеңіздер, subscribe-ды ұмытпаңыздар. Және де қоңырау тұрып, бірінші бесте басаңыздар, мені видеоны әрдайым көріп отыратын боласыздар. Всем пока!